Ал Түркістан облысында суға ағып кеткен шетелдіктердің денесі іздестіріліп жатыр. Үндістаннан келген екі студент достарының көзінше батып кеткен. Силой природы шутить нельзя. Вот делегация из Индии, ребята. Два пацана искупались в омуте, вот там выше, и утонули, вот пропали. Сейчас вот все ищут тела. Оқыс оқиға Төле би аудандағы Ақсу шатқалында болған. Табиғат аясына демалуға шыққан үндістандық студенттердің екеуі белгісіз жағдайда өзенге құлап қатты ағыс алып кеткен. 2 күннен бері іздестіріліп жатқан екі жігіт те Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының студенттері. Екеуінің де жасы 21-де. Іздестіру жұмыстарына құтқарушылар, полиция және ерікті жастар тартылған. Мамандар жігіттердің тірі қалуы екіталай деп отыр, өйткені ағысы қатты аса өзенде іздеу шараларын жүргізудің өзі оңай болмай жатыр екен. Іздестіру жұмыстарының нәтижелі болуына каньондағы шатқалдар және тік құздардың болуы қиындықтар туындатуда.